Қазақ әдебиеті пәнінен ғасырлық туынды 3-ші бөлімді бастаймыз. Және бүгінгі біздің сабағымыздың тақырыбы Абай жолы роман эпопеясы қайтқанда тарауы. Бүгінгі біз сабағымызды мынандай өлең шумақтарымен бастаймыз. Абайды абай еткен мұхтар ғана, мұхтарды мұхтар еткен абай ғана. Қазақтың қос арысы, қос данасы, қалайша бас емессің, оған сірәді бастаймыз. Сабақтың оқу мақсаты балалар. Әдеби шығармаға сюжет композициялық талдау жасау арқылы жанрлық ерекшелігін түсіну, шығармадағы авторлық идеяның өмір шындығымен байланысын анықтау. Енді осыдан келіп шығатын жалпы мақсатымыз әдеби шығармаға сюжет композициялық талдау жасау арқылы жанрлық ерекшелігін түсінесіздер және шығармадағы авторлық идеяның өмір шындығымен байланысын анықтайсыздар. Оқушылар, бізде қазір қызығушылықты ояту сәті. Бұл қызығушылықты ояту сәтінде біз бір-бірімізге деген ізгі тілектерімізді арнаймыз. Енді бұл кезеңнің шарты айтатын тілектеріміздің барлығы Абай жолы романына қатысты болу керек және оның кейіпкерлеріне қатысты болу керек. Қане сәттілік. Ділдәдай сымбатты да сүйкімді бол. Рахмет. Ерболдай адал досың болсын. Рахмет. Керім баланың әншілігін берсін. Рахмет. Абай сияқты адалдық пен әділдіктің жаршысы бол. Аяулы Әйгерімдей асыл жан бол. Рахмет. Абайдай халықшыл бол. Рахмет. Абайдың анасындай мейірімді сабырлы бол. Рахмет. Абай атамыздың қорқаны бай бол. Рахмет. Абайдай халықшыл бол. Рахмет. Айғыздың сұлулығы мен анығы мерсін. Рахмет. Абай сияқты пікірем данаған байшыл бол. Рахмет. Пайдалындай рубасы бол. Рахмет. Сүйіктей рубасы бол. Рахмет. Лампайдай ағасын таныл. Қара тайдай рубасы бол. Рахмет. Абайдың тоғжандай сұлу да сымбатты бол. Досымжан, Ерболдай адал досың болсын. Оқушылар, бүгін біз Абай тобы, Зере тобы, Құнанбай тобы болып 3 топқа бөлініп отырмыз. Неге қазір осы 3 топ бір-бірімізбен жұмыс жасайсыздар. Енді біз сабағымызды бастамастан Ленсердің стратегиясы арқылы, яғни бүгінгі біз өтетін Абай жолы романынан біз не білеміз? Абай жолы туралы не білеміз? Өзіміздің білетін ақпараттарымызды айтайық. Және Абай жолын Мұхтар Әуезов атамыз жазған. Абай жолы 4 томнан тұрады. 4 том. Жақсы. Осы Абай жолы шығармасында Абайдың барлық өмірі суреттеліп жазылған. Жақсы. Абай жолы әлемнің бірнеше тілдеріне аударылған. Айтатын оқушылар бар ма? Жақсы оқушылар. Балалар, біз енді жаңа Абай жолы туралы не білетіндеріңді естідік. Енді ары қаратай балалар, енді сендер осы тақырып өту барысында не білгілерің келеді? Абайдың өмірі туралы не білгілерің келеді? Абай жолы туралы не білгілерің келеді? Абай туралы білгім келеді. Жақсы. Абайдың ақиқи қалай басталғанын жайында білгім келеді. Жақсы. Абайдың үлгілі өмірін толық ашып білгім келеді. Жақсы. Абайдың үлгі беретін жақсы қасиеттері туралы білгім келеді. Жақсы. Балалар, Абай жолы бұл біздің ұлы жазушымыз, классик жазушымыз Мұхтар Әуезовтің бас кітабы. Ол өзінің осынау ұлы шығармасын жазып үлгеріп кетті. Оның суреткер ретіндегі бақыты да осындай еді. Мұхтар Әуезов өзінің 4 томдық Абай жолы арқылы бүкіл дүние жүзіне қала берді, өз отандастарына, керек десеңіз тіпті қазақтардың өзіне қазақ дегеннің кім екенін танытты. Романның оқиғасы жарты ғасырды қамтиды, яғни әлемнің 30-тан астам тіліне аударылған. Енді бұл біздің ғасырлық туындымыз балалар. Яғни оның бірінші кітабы 1942 жылы жарық көрген, екінші кітабы 1947 жылы жарық көрген, үшінші кітабы 1952 жылы жарық көрген, және 4-ші кітабы 1956 жылы жарық көрген. Енді осы Абай жолы романы эпопеясын жазғаны үшін жазушыға 1959 жылы Лениндік сыйлық берілген. Мұхтар Әуезовтың Абай жолы роман эпопеясы әлемдік деңгейде 20 ғасырдағы ең үздік шығармалардың бірі деп баға берген Луи Арагон деген француз жазушысы баға берген.
өз басың өзге елге сапарға шығып, өзге жұрттың табалдырығын аттай қалсаң, әрқашан қасиет тұтып, өзіңмен бірге қастерлеп ала жүретін екі түрлі асылым бар. Бірі Манас, бірі Мұхтар Әуезов деп, яғни қырғыз жазушысы Шыңғыс Айтматов. Енді осы Абай жолының бірінші кітабы балалар мынандай тараулатын. Ең бірінші қайтқанда тарау, қат-қабатта, жолда, шытырманда, белбелесте, өрде, қияда деген тараулардан тұрады. Енді қазір біз оқушылар осы ең бірінші қайтқанда тарауын бастау үшін оны қысқаша мазмұнымен танысып алайық. Қазір сіздерге видеоны көрсетіп, соны дұрыстап назар аударып қарайық. Бұл тарауда Абай оқуын аяқтап, ауылына қайтады. Оны алып келу үшін әкесі Құнанбай қалаға өзінің көмекшілері Байтас пен Жорға Жұмабай деген адамдар жібереді. Жол бойы Абай ауылына асығып үлкендердің мазасын алады. Оның қайта-қайта алға озып кете беретініне, екересек ештеңе істей алмай дегеніне көніп, өздері де жылдам жүруге мәжбүр болады. 3 күндік жолдың әсіресе соңғы күні қызықты өтеді. Аттылар Есенбайдың жырасы деп аталатын ұрылар жататын жерге жақындағанда, үлкендер Абайға жанымыздан алыстама, мұнда қарақшы көп, астыңдағы атыңды тартып алады дейді. Бірақ жас бала олардың айтқанын тыңдамай шауып кетеді. Баланың артынан шапқан Байтас пен Жұмабай одан адасып қалады. Бір кезде екеуінің артынан бетін орап алған бір атты шығады. Байтастан сәл қалып қойған Жұмабай артымызға түскен ұры болар деп ойлап абдырап қалады. Ол шоқпарын аламын дегенше, әлгі атты мұның тымағын бетіне түсіріп, көзін жауып, шоқпарын тартып алады. Жұмабай қорқып кетеді. Сөйтсе, ол Абай екен. Жұмабай баланың бұл қылығына ашуланады. Ұрылар жататын жерде мұндай жаманырын бастауға болмайды дейді ол. Абай біраз күлгеннен кейін Жұмабайдың Құнанбайға қадірі бар адам екенін есіне алып, оның үстіне әкесі өзі туралы теріс пікір естісе, оңбайтынын түсініп, одан бұл әрекет үшін кешірім сұрайды. Құнанбайдың ауылы бұл уақытта Көлқайнар деген суы мөлдір, мол бұлақты қоныста жатқан еді. Ауыл тұрғындары 3 аттыны алыстан таныды. Сөйтті де шуласа кетті. Үй ішінде жүрген Абайдың шешесі Ұлжан, ұлының шамамен осы күні келетінін алдын ала болжаған. Абыр-сабырды ести сала ол да төрде тұрған енесі Зерені хабарландырып, сүймелдеп сыртқа шығады. Абай асығып аттан түсіп, шешелері тұрған топқа жүре бергенде, Ұлжан оған анандайдан тұрып, балам, әуелі ар жағыңда әкең тұр деп, әкесіне барып сәлем бергені жөн екенін айтады. Бала жалт қараса, қонақ үйдің тұсында аға сұлтан Құнанбай, оның тоқал шешесінен туған інісі Майбасар мен Майбасардың атшабары Қамысбай тұр екен. Әкесін байқамай қалғанына ыңғайсызданған Абай солай қарай беттейді. Онымен қатар Құнанбайдың жанына Байтас пен Жұмабай да келеді. Үшеуі жамырай амандасады. Құнанбай тез бұрылып қысқа амандық сұрасады. Бойың өсіп ер жетіп қалыпсың балам. Біліміңде дәл солай өсті ме дейді ол. Абай алғашында бұл кекету ме, әлде расымен білгісі келіп сұрап тұрма түсінбей қалады. Кейін сұрақты жауапсыз қалдырмау үшін, шүкірлік әке, ат барған соң дәріс тамам болмаса да, қазіреттің рұқсатын алып қайттым дейді. Абай шешелеріне жеткенше, жол жөнекей ауыл адамдары оны кезек-кезек сүйіп, құшақтап, мәре-сәре боп жатты. Құнанбайдың сұлу тоқалы Айғыз осы уақытта, мына жаман қатындар баламыздың бетінен сүйер жер қалдырмады ғой деп, оның көзінен сүйді. Ұлжан ұлын сүймеді, тек құшақтап, маңдайынан искеді де әжесіне қарай жіберді. Әжесі Зере маған емес, бірінші әкеңе бардың деп ұрысты да, немересі құшағына кіргенде құлыншағым деп кемсеңдеп, жылауға айналды. Осы кезде үйге Майбасардың атшабары Қамысбай келіп, Абайды әкесі шақыртып жатқанын айтты. Ол бұл жиынды бөкенші руының кірмелеу туысы саналатын Борсақ руының адамы Қодар деген қарашаның мәселесін талқылау үшін жинаған еді. Балалар, мына жерде бірінші тапсырма қарайық.
Бірінші тапсырмада біз қайтқанда тарауындағы оқиға желісіне композициялық талдау жасап, және оқиға құрылымын мазмұндауымыз керек. Ал енді біз жаңа видеороликте қысқаша көріп алдық қой, дегенмен өзіміз бір шолу жасап өтейік. Осы қайтқанда бөліміне. Кәне, кім айтады? Кәне, Аязбек айтады. Оқудан ауылына қайтқан балабай жол бойы ауылына асығып келеді. Ол үлкендерден озып кете береді. Үлкендер оның озып кете бергеннен кейін жылдам жүруге мәжбүр болады. Сосын олар Есенбайдың Жағасы деген қарақшылар жататын жерге жақындаған кезде үлкендер оған ескертеді. Бізден ұзама, бұнда қарақшылар көп, атымды тартып алады. Бірақ Абай оларды тыңдамай шауып кетеді. Жақсы. Тағы арқаққа кім жалғасты? Жақсы. Жаңағы Абай шауып кеткеннен кейін ол әзілдескісі келеді, жаңағы екі ересек кісілермен әзілдескісі келеді. Оның біреуі артта қалып қояды. Артта қалғаннан кейін ол уже ойлайды, артында кетеді, жаңағы бір кісілер оранып алған бетіне. Атпен шауып кеткен кезде уже артта қалып қалған адам ойлайды, қарақшылардың біреуі ғой деп уайымдаған кезде, енді шоқпарын ала бастаған кезде жаңағы кісі шоқпарларын тартып алады да, ана жерде уайымдап кеткені сонша жаңағы қорқып кетеді. Екеуі де қорқады. Қашуға дайын тұрған кезде Абай өз несін алады. Бетпердесін шешіп, ана жерде күледі. Ал ол жерде жаңағы кісілер оған ашуланып ренжиді. Аслында тек бір кісі ғана әзіл ретінде оны қабылдап, оны әңгімеге қайтарып жіберген. Яғни бұл жерде ренжитін Жұмабай, иә? Жұмабай ренжиді Абайға. Өйткені бұл Жұмабай Құнанбайды өте сенімді адамы болғандықтан, Абайда бір жағынан ойлайды, қазір барғаннан кейін егер осы болған оқиғаны әкем айтатын болса, әкем маған ренжиді ғой деп қысылып, Жұмабайдан кешірім сұрайды. Жақсы. Әжесінің жинауға түскен Абай Майбасардың атбасары қамыспай келіп Абайды әкесі шақырып жатқанын айтты. Абай төр бөлмеге қарай беттейді. Ішке кірсе Құнанбай, Жұмабай, Майбасардан басқа тобықты руының белгілі кісілері отыр. Олар Көтібақ руының рубасы Байсал, Жігітек руының рубасы Бөкжей, Бөкенші руының рубасы Сүйіндік бар, және Көкше руы бар. Көкше руының рубасы Қаратай бар. Арасында жас жігіт Байсалдың немере інісі Жиренше тағы бар. Бұлар бұл жиынға Бөкше руына кірмелеу туыстан алатын Борсақ руының қарашасы Қодардың мәселесі талқылауға жиналған еді. Құнанбай үйіне жиналған қауым Қодар мен Қамқаға берілген жабадан кейін рубасылар мен елдің екі жақсылары барлығы жиналып Қарашоқыға келеді. Қарашоқыға жиналғанда Қодар мен Қамқаны алды тұтып бұйырады. Қодар қанша қарсы болғанымен көптің аты көп, барлығы оны байлап Қарашоқыға алып келеді. Ал Қамқа болса өзіне естіген жаланы естіп талып қалады. Сөйтіп Қодар Құнанбай бастаған топқа қарап, мен көк ит болсам, сендер көп итсіңдер, ақ қараны тексермейді дей ме? Өңшен қан жұтқан қара бетте байқалады, бірақ оларға ешкім араша түспейді. Содан соң олар жігіттер жаңағы атасы мен келінін алып, атаның екі жағына байлап дарға асады. Сөйтіп дарға шөккеннен кейін Қодар әлі тірі болғандай көрініп, Құнанбай оларды құздан лақтыруға бұйырады. Сөйтіп жиналған қауым оларға тастақтады. Осыдан кейін Абайдың ауырып қалуы суреттеледі. Ол қалай болады десек, ол жерге Жиренше мен Абайда келген болатын. Оны Абайды Жиренше ертіп келді. Және осы кезде олар Қодар мен Қамқаны арашалағысы келді. Және оларды құтқарып қалғысы келді, бірақ олардың қолынан келмеді. Және олар тағы да Құнанбайдың істеген ісін көргеннен кейін Абай қатты жылайды. Шауып кеткеннен кейін ол үлкендердің ісін ойлайды көп, және төсектен тұра алмай ауырып қалады екен. Ол осы кезде әжесі Зереден көптеген жырдастандар және өлең туындыларын естіп бір айдай уақыт өтеді. Бір күні Ұлжан үйіне Байкөкше деген жыршымен бағасын ақын келеді. Жыршы мен ақынның әңгімелері Абайға ұнаған соншалықты олар бір айдай ауылда қонақ болып қалады. Кетер алдында Абайдың өтініші бойынша Ұлжан ақын мен жыршыға өзінің сыйларын білдіріп шығарып салады. Мақтан арқасынан сауыққан Абай шешесіне риза болып оны құшақтайды.
Жақсы. Оқушылар, біз енді осы оқиға желісіне сюжет композиция құрылымы жасауымыз керек. Ол бойынша мына жерде композиция құрылымы тұр. Оқиғаның басталуы, оқиғаның дамуымен байланысы, оқиғаның шиеленісуі, оқиғаның шарықтау шегі және оқиғаның шешімі. Бірақ мына жердегі астындағы иллюстрациялық суреттердің орны ауысып кеткен. Енді сендер осыны өзінің ретімен қойып шығуларың керек. Кім шығады? Ал Жансері, бірінші оқиғаның басталуы неден басталды? Оқиғаның басталуы Абай, Жұмабай және Байтас үшеуінің жолдағы ауылға келуі. Оқиға содан басталды. Оқиғаның дамуы байланысы Қодардың несі? Мәселесі шешілуі басы. Яғни Абай шақыртып алады, ауылына келгеннен кейін аналарының жанында отырған кезде шақыртып алады. Оқиғаның шиеленісуі қодармен келіннің жазалануы. Сол шиеленіскенен Абай қауіп қалады. Шарықтау шешімі. Абай жаңағы екі жыршы әншілер келеді. Солар бір ай бойы қонып, Абайдың көңіл-күйін көтеріп, жаздың несіне себепкер болған кісілер қаратады. Байкөкшемен барласасың, жақсы, отырған Жансері оқиғаны рет-ретімен композициялық құрылымына талдады. Енді біз салыстыра берейік. Оқушы дұрыс айтты ма? Жансері қателескен жоқ па? Кәне қарайық. Оқиғаның басталуы оқудағы айтқан бала Абай. Дұрыс қой балалар, иә? Оқиғаның дамуымен байланысы, Абайдың әке жиынына қатысуы. Оқиғаның шиеленісі, Қодар мен Қамқаға берілген жаза. Оқиғаның шарықтау шегі, Абайдың ауырып қалуы. Оқиғаның шешімі, Абай үйіне келген қонақтар. Кейіпкерлер сөйлейді, кестесіне қарайық, иә? Балалар сендердің алдарыңа берілді парақшалар. Енді осы парақшаларда осы қайтқанда бөлімнен алынған кейіпкерлердің сөздері берілген. Енді қазір топ-топпен, үш топ қай кейіпкердің сөзі екен, кейіпкерге және мінездеме беріп, және ол оқиға қандай оқиғаға байланысты айтылған кейіпкердің сөзі, соны сіздер ажыратып анықтаулары керек. Жұмыс жасап болсақ, кәне бізде зере тобы дайын етеді. Зере тобы ауа, кәне жауап. Алынған сөз үй ұқсамасан тумағыр, ұрыты ұқты деп керей уақ зар қағады. Қаршадай баласына дейін ұры болудың жөнін жете біліп тұр. Зар қақпай қайтсын керей уақ. Бұл Жұмабайдың сөзі, яғни Құнанбайдың көмекшісінің бірі. Молда болдың ба, бойыңдай боп біліміңде өстіме. Бұл Абайдың әкесі Құнанбайдың сөзі. Өзі тіпті көшелі кісі болып қалыпты. Бұл Құнанбайдың тоқал шешесіне туған інісі Майбасар.
Пай жаман қатындар, сізге келіп, баламызды бекінен жер қалдырмады. Бұл Айғыздың, яғни Құнанбайдың үшінші әйелінің сөзі, Айғыздың сөзі. Жаман неме, маған бұрын келмей, әкеме кеттің-ау деп. Бұл Абайдың әжесі Зеренің сөзі. Мені десеңіздер, мен ішіне тентек десеңіздер. Қашқаннан да, қуғаннан да келетін өзіңсің. Тек не бұйырсаң да терге барып, бұйырғайсың. Қалған өзің білесің. Бұл Бөкенші руының рубасы Сүйіндіктің сөзі. Ұқсамасаң тумағыр сөз, кейіпкер сөзді Жұмабайға мінездеме. Сабырлы, салмақты, Құнанбайға жақын адам. Жақсы. Екінші мінездемені көтереді екен. Екінші сөз, молда болдың да бойындай болып біліміңде өстімей. Бұл Құнанбайдың сөзі. Және бұл сөзді Абай кекету ма, әлде тағы да өзі күдік па, сондай өзі ішінде ой болды. Құнанбайға мінездеме беріп кететін болсам, болыс, рубасы, барлық рудың басшыларын бағындыра білген ел басшысы, ешкімге қарсы сөз айта алмайды Құнанбайға, шешімді өзі шығарады. Және Абайдың білімді болып оқуына да себепші болған бірден бір кісі, мұрындық болған адам, сабырлы, салмақты, көп сөйлей бермейтін, бірақ сөйлесе де жұрт басып айтатын адам. Пай жаман қатындар сілекейлеп, баламыздың бетінен сүйер жер қалдырмадыңдар. Бұл сөз Айғыздікі. Айғыз тәкаппарлау, таза, Құнанбайға сөз өтетін жақ. Жаман неме, маған бұрын келмей, әкеңе кеттің-ау деген сөз Зеренің сөзі. Зерен мейірбан, қамқор, Абайдың жастайынан ертек айтып, ақын болуға бірден бір септігін тигізген адам деуге болады. Абай ауырған кезде де үнемі қамқор болып, Абай оған еркелеп, жастайынан ертегісін тыңдап өскен. Яғни ел анасы, иә? Ел анасы деуге де болады. Жақсы. Өзі тіпті өшілі кісі болып қалыпты. Бұл сөз Майбасардікі, Майбасар ол кезде Құнанбайдың адысынан шыға алмайды және өте қызуқанды кісі, яғни ашуға тез жіберуге қояды. Жақсы. Мына жерде бірінші сөз, ұқсамасаң тумағыр деп басталатын сөз Жұмабайдың сөзі. Бұл қандай оқиғаға қатысты деп айтатын болсақ, бұл Абайдың оқудан ауылға қайтқанда болған оқиғасына тікелей байланысты. Екіншісі, молда болдың ба, бойындай болып біліміңде өсті ме деген сөз Құнанбайдың сөзі, яғни Абайды бірінші көргенде айтылған сөзі. Үшінші, өзі тіпті көшелі кісі болып қалыпты ғой деген ол Майбасардың сөзі. Майбасар Абайды көргенде айтқан сөздері. Оқудан айтқан сөздері. Пай жаман қатындар сілекейлеп, баламыздың бетіне сүйер жерде қалдырмады-ау, Айғыздың сөзі. Бұлар Абай аналарының жанында болған оқиға, яғни Абайды қуанышпен қарсы алған аналары. Бесіншісі, жаман неме баған бұрылмай, әкеме кеттің-ау деген сөз ол Абайдың әжесі Зеренің сөзі. Бұл жерде Зеренің Абайға ренішін білдіру ретінде айтылған сөзі. Елде сенікі, ел ішінде тентекте сенікі, қашқаның да, қуаның да, келетінің де өзіңсің. Тек не бұйырсаң да тергеп алып бұйырғасын қалғаның өзің біл. Сүйіндіктің сөзі. Бұл қай оқиғаға байланысты айтылған? Қодармен? Қодармен қамқа мәселесін шешкенде айтылған сөз. Жақсы. Тоқшылар топпен жұмыс жасап болды. Енді бір-бірімізді кәне бағалап жүрікші балалар. Қай топ қалай жұмыс жасады? Жақсы. Мен Зере тобына бүкіл бала атсалысты жақсы өте және де әр сөздің кейіпкерлерін рет-ретімен дұрысталады. Жақсы. Екінші топқа. Зере тобы. Жақсы, бірақ оқушылардың көбі атсалысты. Жақсы. Және де Құнанбайдың оқуда оқуға қатысты айтылды әрбір оқытыру керек дейді. Тыңдап отырсыздар ма Құнанбай тобы? Ал енді Құнанбай тобы, Абай тобын бағалап жүріңіздер. Абай тобына бағалап болсақ, жақсы атсалысып отыр, бірақ та екінші тапсырмаға келгенде сүйіндікке мінездеме берген толық ашылған жоқ. Жақсы. Балалардың сабағымыздың соңында да жақтап қалдық. Енді қазір соңғы тапсырма бізде свод талдау деп аталады. Яғни свод талдауда сендер осы жаңа қайтқанда бөліміндегі оқиғалардың күшті жақтары, мүмкін ол кейіпкерлердің бір қасиетін алатын шығарсыздар сендер. Немесе әлсіз жақтары қандай болсын оқиғаның, мүмкіндіктері қандай, және қауіп қатерлері қандай, осыны осы свод талдауға салып, сіздерге тапсырма берді. Сол
бойынша талдауға салып орналастырып ойларыңызды айтасыздар. Бұл жеке жұмыс, әркім өз жеке жұмыс жасайды. Талдауды қалдақ болса, жеке жұмыс әр оқушы өзінің ойын пікірін айтып жібереміз. Эльмира, әне айтамын. Мен әлсіз жақтарын айтатын болсам, Құнанбай өтірік өсекке сеніп, жаңағы Қодар мен Қамқаның өмірін қияды, жаңағы өтірік өсекке сеніп, адам өмірін қауіпке тигізеді. Жақсы, ал мүмкіндіктер болса, Барлас пен Байкөже жаңағы Абайға қатты ауырып қалғаннан кейін көптеген көмек беріп, жаңағы өздері көңіл көтеріп жүреді. Ал қауіп-қатері жиренше шешені жаңағы Абайды қара шоққа әкеліп, өзіне психикалық зиян тигізеді. Жақсы. Мен сот талдауға Құнанбайдың мінезін талдадым. Оның күшті жақтары Құнанбайдың мәжбүр қатты мінезі, және де ол мәжбүр болғандықтан, қатты болғандықтан ру басқаруға ықпал етеді. Одан кейін оның мүмкіндіктері Құнанбайға әлдекім сын айта алмайды. Құнанбайдың толық билігін білдіреді. Және де оның әлсіз жақтары жаңағы тексермей, талдамай адамның өмірінен айыруы. Оның қауіп-қатерлері жаңағы тағы да айта кетерлік, жазықсыз адамдардың өлімі болып келеді. Жақтары Абайдың оқудан үніне қарай барғанда отбасын күтіп алуы. Әлсіз жақтары Қодар мен Қамқа істің мән-жайына бармай, толық білмей жаза қолдануы. Мүмкіндіктері екі кеше Абайдың алдына қонақ болып қалуы. Соның арқасында Абайдың өлеңге деген қызығушылықтары артты деуге болады. Қауіп-қатерлері Абайдың үйге қайтып келе жатқанда қарақшыларға келісіп қалуы мүмкін болғаны. Жақсы, Алуа. Мен мүмкіндіктерін айтатын болсам, Қодар мен Қамқа туралы істе негізі әлі де толық қарастырып, тергеп нақты не болғанын біліп алып, дұрыс шешім қабылдауға мүмкіндіктер болып еді. Бірақ олар ел арасында тараған өсекке, сыбысқа сол туралы дұрыс шешім қабылдауға деп ойдасың, жақсы. Кәкен? Қауіп-қатерлерін толықтырып беретін болсам, жалпы Қодар мен Қамқа жаласы ол ел арасында сыбыс жүрген болатын, яғни атасы мен келіні жақындасып жүрмеген. Бәрі ауылдың сыбысына сеніп, бұл жерде Құнанбайдың қателігі, ауылдың сыбысына сеніп, екі адамды өлім жазасының кесуі. Бұл жақты бұл нәрсені екі жақты қарастыруға болады. Біріншіден, себебі егер Құнанбай оны жазаламайтын болса, оған сөз келеді, абыройына және де елде тәртіптен тыс әрекеттер жасауы мүмкін. Ал екінші жағына қарайтын болсақ, ол істің ақ-қарасына бармай, оларды жазалау болып табылады. Ал екінші және де ол оқиғадан кейін Абайдың психологиялық ауруға шалдығып, ауырып жатып қалуы. Бұл жерде сол оқиғадан қорқып қалып, Абайдың ойында көптеген ойлар қалыптасып болады. Яғни ол бір жағынан ол әкесіне деген өшпенділік деген секілді, немесе елдің қате пікірі, елдің сөзі, тағы да басқа ойлар арқылы Абай өз ойын білдіре алды. Және де оның емдегені ауылға екі күшпелік оны емдеп алғаны болды. Балалар, мен сендерге жалғастырып жіберейін. Мына жерде сендер айтып жатсыңдар, Құнанбай тексермей шешім шығарды деп. Құнанбай жиын өткізді ғой. Сол жерде қаншама ел басқарып отырған рубасылар жиналды. Сонда сендер тексерілмеді бұл іс деп айта аласыңдар ма? Мен осыны қауіп-қатерлеріне жаздым. Яғни рубасыларының Құнанбайға қарсы сөз айтпай оқиғаның жауапсыз қалуы. Бұл жерде рубасыларының да яғни сүйіндіктің осы жылда шығып тұрғаннан кейін Қодар мен Қамқа сүйіндіктің ешқандай сөз айта алмай осындайда шарасыз күйде қалуы. Бұл да оқиғаға қатты әсерін тигізеді. Жақсы. Зеренің Абайға қарап көңілін көтергені мүмкіндіктері екі күйші ауылда қалуы. Әнші. Әнші ауылда қалуы. Жақсы. Жақтары олар ауылға келатқан кезде қарақшылардың жағына барады ғой. Барғанда Абай әзілдеп қарақшы болып жаңағы Байтас пен Жұмабайға әзілдеді, қорқытыр. Бірақ сол кезде Байтас пен Жұмабай қорқып ана жерде не істерін білмей сасқақтап қалады. Қандай шешім ол жерде Құнанбайдың сеніп тапсырған адамдары болғандықтан олар қандай оқиға болса да олар сол жерде батылдық көрсету керек еді. Жақсы.
күшті жақтарын айтар болсам, Абайдың ауылға келер жолында Абайдың ауылға деген сағынышының басым болуын көре аламыз. Biz қазір бүкіл шығарманы талдадық, кейіпкерлердің сөзін, өзіміздің ойымызша пікірімізді айттық, свод талдауға салдық, өте жақсы бүгін жұмыс жасадыңдар балалар. Енді осы біз сабақты қорытындылап қазір бекіту сұрақтарын қоямыз сіздерге. Ол бекіту сұрақтарын мен Kahoot платформасы арқылы жүргіземін. Қане тездетіп телефондарыңызға, қолдарыңызға алып, телефондарыңызға кіріңіздер. Қалай 800 ма? 250 66 90. Елмира. Сізді нормально істеп. Прокси. Давай, прокси процесс. Biz sabahımızda bugün zaten öyle şumatlarla ayaktayız. Abay жолы теңдесі жоқ шығарма, тағылымды тарих болар мыңдарға. Әдебиеттің еңкеймейді жалауы, Абай ай боп, Мұхтар күн боп тұрғанда деп бүгінгі сабағымызды аяқтаймыз. Сабаққа қатысқандарыңызға көп рахмет. Сау болыңыздар.